Бізге керегі баклажан, кинза, черри, қара бұрыш, чуть-чуть крахмал, соевый соус, сұйық май, тұз, шекер, чеснок. Ал кеттік. Баклажанды жақсылап жуып, сыртын сүртеміз, құрғатамыз. Су болмау керек баклажанда. Осындай көлемде кесеміз көбек қылып. Баклажанымызды кестік. Енді крахмалымызды саламыз да. Көзбен саламыз. Араластырамыз. Қызып тұрған сұйық майымызға қуырып аламыз. Баклажанымыз дайын болды, бірінші партиясы. Тарелкеге қағаз салфетка саламыз. Баклажанымыз дайын болды. Енді черриді кесеміз. Кинзаны мен әдейі өлшедім, жарты пучок 40 грамм. Кинзаны ұсақтамаймыз. Мына стебли жағын ұнтақтаймыз да, мына жапырақ жағын үлкендеу қылып кесеміз. Қазір көрсетемін. Черри мен кинзаны кесіп болдық. Енді соусқа кірісеміз. Тұзды салдық, сұйық майды салдық. Шекер, соевый соус. Енді қараңыздар. Чеснок, менде чеснок, үлкен чеснок. Бір зубчик. Екі средний зубчик аласыздар сіздер. Бұны мына теркімен, мелкий теркімен ұсақтаймыз. Баклажанымыз соды, соусымыз дайын болды. Енді чуть-чуть бұрышты, қара бұрышты чуть-чуть саламыз. Болды. Соусты тек жақсылап, езіліп, араластырамыз. Тұзы, шекері еру керек. Баклажан саламыз. Баклажанымыз міндетті түрде суы керек, ысылай салуға болмайды. Салатымыз дайын болды. Енді осы тұрғаны бір тарелканың порциясы. Мынандай үлкен холодный тарелкасы. Осыған толтырып саламыз қазір.